Махаббат ертегісі 70-71-72 бөлімдері. Бүгінгі бөлімінде Перман әлі де күйзеліс жасап жатыр. Осы күйзелістің кесірінен бұрынғы көңілдесі Әпсана енді баламыздан айырылдық деп екеуі де көлік апатына түскен екен. Осыны қайғырып ойлап отқан кезде Септа суға құлап кетеді. Сол кезде барлығы көмектесіп Септаны шығарып алады. Ал мұнда Әпсана йогамен айналысып жатыр. Кемпір оған сөйлейді: сен одан да намаз оқы дейді, жеңіл босанасың дейді. Әпсана: мен ондайды білмеймін, мен осындай тірлікпен айналысамын дейді. Содан кейін әйел қызы, немересі Жанпизамен сөйлеседі. Жанпиза осы өзінің қайын жұрттарын өзектеп отырады. мен олардан шаршадым, олармен бірге тұрғым келмейді, Махерді жақсы көрем, бірақ біздің бөлек тұрғанымыз жақсы дейді. Кемпір болса: жоқ, олай деме, Махердің отбасын сыйла, олардікі дұрыс, сенің әкең шынымен де қанішер болған дейді. Ал мұнда Азап мырза ас үйге, мейрамханаға барып тамақ жейік, жүріңдер деп барлық отбасын шақырады. Осы кезде Гүлзар Куршатпен кездесу үшін тығылып мейрамханада отырады. Әрине, қонақ үйдің мейрамханасында. Махердің туған күнін тойлау үшін олар да осы жерге келеді, бірақ Гүлзар оларды келмейді деп ойлаған. Куршат болса жүзігін тағып жатыр Септаға. Септа шошып кетіп, өзінің әулетін көргеннен кейін столдың астына жасырынып тығылып қалады. Ал мұнда Куршаттың анасы Мабишка айтады: мен істеймін, аналарға алма дедім. Куршатпен екеуінің байланысы бар, Гүлзар дейді. Осы кезде Сәлім есік қағып, қолында пистолет бар, кіріп келеді. әжетайым, мені сағындың ба дейді. Әжесі: сен шайтан бұнан нағып жүрсің дейді. мен сенің өгейде болса немереңмін ғой, мені дұрыс күт, мен саған бүгін бір керемет шындықты айтуға келмейді. Әрине, ол кемпірдің бұрынғы күйеуінің ісі. Ал мұнда Сара інісін тауып, ағасын тауып алды, жетімханада бірге өскен ағасын. Барлығы жиналып мейрамханада ас ішіп жатыр. Тіпті Махерге атасы Мұрат деп сағат сыйлайды, бірақ сағатты оны ауысып кеткен екен. Жанпизаның іш киімі болып шығады, сондай нәрсе болады. Ал мұнда Сәлім әлі де мыжып, бағанағы өзінің әкесі Куршат екенін айтып, одан өзінің күйеуін: кемпір, сенің күйеуің сені алдады, сен білмейсің, оның көңілдесі болған, сол көңілдесін тілін кесіп тастаған, ол Рашид Қараны өмірге келді дейді. Ал мұнда Жанпиза әкесі мен Гүлзар, яғни абысын көріп қалды. Тіпті Махердің өзі оған ымдайды. Сәлім болса: енді мен әкемнің кегін қайтарамын, өйткені Куршат менің әкемді өлтірді, және Махер өлтірді, екеуінен кек аламын деп бұл кемпірге айтып кетеді. Неге айтып кеткенін өзі түсінбейді. Ал мұнда Махердің туған күні тойланып жатыр, әдемі торт осындай. Осы кезде Септа Гүлзарды көріп қалады. әке, ана қара, бұлар жасырынып кездесіп отыр деп Азап мырзаны көрсетеді, және қолмен көрсетеді. Барлық туыс олардың кездесіп стол астына тығылып отырғанын көріп қалады. Осылайша ұрыс басталады. неге сен Сақина алыпсың, тіпті үйленбекші ұсыныс жасап жатыр әке деп Септа шырпыр болады. Жанпиза не істерін білмей қалады. Ал мұнда таяғын тықылдатып кемпір қайта Куршатқа санайды, бірақ Куршат енді келеді. не болып қалды дейді. сен жоқ кезде осындай Сәлім келді, сен бар шындықты білуші ме едің, неге айтпадың деп айқайлап ұрсады. Куршат болса: апа, білгенмен не пайда, енді не істейсің, ештеңені өзгерте алмайсың дейді. Жалғасы бар.